монтаж жасау өте қиын, өте ұзақ уақыт кетеді деп қиналып жүрген болсаңыз, бұл видеоны соңына дейін көрсеңіз, монтажды өте тез жасау құпиясын білетін боласыз. Видеома қош келдіңіз. Монтаждан қиналып жүрген досым. Мен Premiere Pro'ны да істеп көрдім, DaVinci Resolve'да да істеп көрдім, Sony Vegas программаларын барлығында істеп көрдім. Соларды істеп ең оңай программаға келдім. Ол CapCut деп аталады. CapCut'ты қазір қалай жүктеу керек екендігін айтатын боламын. Қалай жүктеу керек дегенде Google'a кіресіздер да, скачать CapCut дейсіздер, оның не қиындығы бар. CapCut'ты не үшін мен CapCut таңдадым? Себебі ол жақта интерфейс деген нәрсе бар. Мысалы, кесу, андай құрылғылар, видеоны жасау құрылғылары өте оңай орналасқан. Сондықтан сол CapCut'ты қолдансаңыздар сізге нұр үстіне нұр болатын еді. Негізі монтаж туралы кішкене бір теория айтып кетейін, бастарыңыз қатты қатырмаймын, қорықпаңыздар. Бірінші негізі монтаж скрипт деген нәрседен тұрады. Скрипт деген нәрсе ол сенің монтажыңда не нәрселер болады, қандай переходтар, қандай не нәрсе болады, бәрі сценарийде, соның жазылған нәрсе ол скрипт деп аталады. Және скрипт мынандай нәрсе деп айтады. Мысалы, сіздің видеоңызда бір текст жазады, бүйтіп, сол текстті скрипт деп атайды. Сол скрипт жазған кезде сол текстті де жазып қояды. Скрипт деген нәрсе сол видео монтажының сценарийі. Оған басыңыз қатырмай қойыңыз, ол сізге керек емес. Ол керек тек сіз егер бір өзіңіз бір әдемі бір идея көріп тұрсаңыз, осы видео монтажға қосып қойсам қалай болады, осы приколды қалай қосып қойсам қалай болады дегенді нәрсені ғана жазып қойыңыз, соны скрипт деп жүре беріңіз. А так ал былай скриптқа бір басыңызды ауыртып керек емес. Запись A-роллов, запись B-роллов керек емес. Бастарыңыз қатырмаңыздар, ол жаққа кеттік. Біз оңай қылып жасаймыз, себебі біз ютуберміз. Сосын көбіңіз ойлауыңыз мүмкін, бір ұзақ монтаж жасасам қазір видеом жақсы болады, жақсы атып кетеді. Жоқ достар. Егер сіз ұзақ монтаж жасайтын болсаңыз, керісінше сіздің жағдайыңыз қиындап кетеді. Неге? Себебі бірінші, уақытыңызды өте көп алады. Екінші, қазақта мақал бар ғой, артық айтып семіз шық деген сияқты. Сіз егер ұзақ монтажға көңіліңізді бөлетін болсаңыз, ұзақ монтаж жасайтын болсаңыз, сол видеоңыздан сіз өте көп нәрсе күтесіз да. Қазір мына видеом көп просмотр жинайды деп ойлайсыз, бірақ сіз ол видеоңыз көп просмотр жинауы енді бір Алла тағала біледі. Егер шынымен аз просмотр жинап қалса, сіз андай жиреншіп қаласыз да, сөйтіп келесі сіздің жолыңыз YouTube жолында сіз тастап кетуіңіз мүмкін YouTube жолын. Тез оңай монтаж жасаудың артықшылықтары, сіз бос уақытыңыз көбейеді. Сіз бос уақытыңызды бір жақсы керісінше каналыңыздың дамуына өте үлес қосатын мынау монтаждан қарағанда артығырақ үлес қосатын нәрселерге уақытыңызды жұмсайсыз. Яғни идеяларыңызды ойлап табасыз. Ең басты нәрсе выгорание болмайды. Яғни сіз жанып кетпейсіз. Жанып кету деген шаршап кету. Сіз мына істі тастап кеткіңіз келіп кетеді кейде. Сондай бола ма сіздерде? Сол нәрсенің алдын алады тез монтаж жасау, оңай монтаж жасау. Сондықтан барлығын тез оңай. Мен бір жыл курсымда айтқан болатынмын. Курсыма егер қатыспаған болсаңыздар, менің Telegram каналыма кіріп курсыма қатысыңыздар, тегін YouTube курсы. Сол кезде мен айтқан болатынмын. Жоқ, сол кезде айтқан болатынмын, 1,5 жылда кәсіпкер ағаның жанында жүрмін деп. Ол кәсіпкер ағалар бай адамдар негізі. Оңай жасағысы келеді, барлығын оңай істегісі келеді. Сондықтан біз андай бір өзіміз кейдейміз, сондықтан бір өзімізді бір қиындап, бір ақыл санаймыз. Сондықтан ақыл санамаңыздар, өздеріңізді тез оңай жасап кетіңіздер, жақсы ма? Сосын ең жақсысы ол жаңа видеолар тез жасайсыз ғой, осы идеялар көп келеді, яғни уақытыңыз көп болады. Сонымен жаңа идеялар, жаңа видеолар көп жасағандықтан сіз көп нәрсені тексеріп етесіз. Сіз қандай темалар қызығады өзіңіз аудиторияңыз, соларды біліп аласыз тездетіп. Енді басты түйін монтажға ұзақ уақыт құртпаңыз, оңай қылып жасаңыз, жақсы ма? Енді қалай монтаж жасау дегенге көшейік. Енді оңай десе бір андай халява іздемеңіздер. Халява деген қалай десем болады? Халява десе андай оңай тегін нәрсе іздемеңіздер. Негізі тегін нәрсе өмірде жоқ. Мен мысалы осы нәрселерді үйренуім тегін келген жоқ. Мен де бір ағалардың жанында жүріп, олардың ұрыстарын естіп, олардың жұмыстарын істеп дегендей, сол нәрсемен келген нәрсе да бұл. Ақша да төлеген шығармын кейбір программа курстарына, программаларға тіпті ақша төлеген шығармын. Мысалы, мен фотошопқа айына 7.000 ба, 6.000 теңге ма, 4-5.000 теңге ма, сондай төлеймін. Мысалы, $20 ма төлеймін. Сондықтан тегін нәрсе жоқ бұл өмірде. Ең бірінші енді звуктарыңыз келейік. Ол қатты қиын емес, кез келген телефоныңызды аласыз да жаза саласыз. iPhone болсын, iPhone болмасын, бәрібір. Қазір жазамын мен Adobe. Достар, енді сіздер дауыстарыңызды, озвучкаларыңызды телефонмен жазғандықтан бөгде дауыстар, шум сияқты бір бөгде дауыстар болуы мүмкін. Оларды өшіріп тастайтын жасанды интеллект бар. Оны Google-ға кіріп, мен қазір сілтемесі тастап кететін боламын Telegram-ға. Соған кіріп жасап алсаңыздар болады. Өте оңай, көрсетпей қойсам да түсініп ала аласыздар. Сіздерге сосын Телеграмға тағы осы фоновый музыка дейді. Мысалы, бір нәрсе ойнап тұрады ғой, сыртқа дауысы кішкене азайып, бір музыка ойнап тұрады, соны фоновый музыка дейді. Оны кез келген сайттан, мен қалдырып кетемін сайттарды, сол сайттардан кіріп ала аласыз. Бірақ бір нәрсені ұғу керек, бір нәрсе риск бар. Авторский права деген нәрсе бар, яғни авторлық құқық. Кешірім сұраймын. Мен тек қазақ тілінде сөйлегім келеді, бірақ енді жаңа ақпараттардың барлығы орысша болғандықтан менің тілім орысшаға бүйтіп ұйқасып кеткен да. Сондықтан мен білмеймін, сондықтан деп ойлаймын. Онда или болмаса өзімнің кінәм шығар, білмеймін. Бастысы сіздер көмектескім келеді, болды.
видео үзінділері, сосын көлемі үлкен фотоларды іздесеңіздер, Pixabay ма? Жоқ, Pixabay емес қазір. Кіріп көрейік. Міне бір сайт тастап кетемін, Pixabay ғой деймін. Сол Pixabayға кіріп ала бересіздер, жақсы ма? Сосын саунд дизайн деген нәрсе бар. Саунд дизайн деген чик деп бір нәрсе шығады ғой, текст, бір нәрсе. Звуктар кішкентай тық деп. Мысалы бір қорқынышты киноларда саунд дизайн мынандай болады. Сондай бір эмоцияға, яғни қандай мағынаға байланысты. Мысалы қорқынышты кинода қорқынышты звук саунд дизайн жасайды деген сияқты ғой. Ал егер сіздер қандай күлкінішті болса күлкінішті деген сияқты. Сондай қатты ол жаққа бастарыңыз қатырмаңыздар, тек біліп жүру үшін алдағы уақытта видеомонтажерға бір нәрсе айта алуыңыз керек та, сол үшін ғана айтып жатырмын. Енді монтажды өзім жасаймын десеңіз, онда сізге 3-ақ нәрсе білу керек. 3-ақ нәрсе, түсініңіздерші, 3-ақ нәрсе. Бірінші нәрсе фото, видео, звук дегендерді, ана таймлайн деген бар, андай видео монтажда. Соған лақтырып білулеріңіз керек та, соған түсіріп білулеріңіз керек. Түсірдіңіздер ма, былай тұрма таймлайнда сіздердікі? Болды. Сосын соларды кесу. Артық жерлерді деп кейде мен тупить етемін, сол ақымақ болған жерлерді кесесіздер, тық еткізіп. Үшіншісі экспорт, яғни соны шығарасыздар. Болды. Сол видеоны шығарып ютубтарыңызға, тиктоктарыңызға, тикток деп айтпай ақ қояйын, ютубтарыңызға салсаңыздар, сол жақсы болады. Ал енді CapCut'ты тезірек көрсете салайын сіздерге. CapCut'қа былай кіресіздер, видеоларыңызды тастайсыздар. Видеолар тастау үшін бүйтесіздер. Бір файл деген, егер сізде Windows болатын болса, сіздер осылай бір файлды алып аласыздар. Мысалы мен бір файлды алып аламын. Осылай міне мына жаққа тастаймын. Немесе тағы бір жолдар бар. Ол үшін мынаны плюсті басасыздар. Мына жақта өздерінің плюс болады. Міне импорт деген нәрсе болады, соған басасыздар. Мына жақта мен былай істей салайын. Осылай маған өзіме ыңғайлы. Осылай істедім. Қараңыздар. Жақсы, мына жақта қуыпты. Міне, қараңыздар. Мына жақта тоқтап қалған. Қаяқта тоқтап қалды? Міне мына жақта тоқтап қалған, қараңыздар. Мына жер тоқтап қалған жерді бүйтіп кессеңіздер болады. Осылай қоясыздар. Осылай қойдыңыздар, мынау мышканың несін мына жаққа қарай кішкене ала тұрсыздар. Неге? Себебі CapCut'та бір жаман нәрсе мынандай екен. Мына жақта былай тұрып қалса сары. Мына жер кесіліп кетеді да, мына жерден гөрі. Сондықтан бұл мынаның несін, курсорды мына жаққа ала тұрасыздар. Сосын Ctrl-B деп басасыздар. Былай ешқашан баспаңыздар. Былайша қай жақта мына жер кесу деген нәрсе бар. Міне жер кесу деген қолданып керек емес. Ctrl-B деген нәрсе бар. Ctrl-B егер, Command-B егер сіздерде Mac болатын болса. Мен бастыңыздар. Міне көрдіңіздер ме? Кесілді. Енді мен мына жаққа апарамын. Өйткені қараңыздар, мына жерде басылады тағы бір не. Көрдіңіздер ме? Мына жерде басылады. Осы жерден былай кесем. Мына жақта бір нәрсе қуады ау бағана. Көрейікші. Көрдіңіз ба? Қуды мына жақта. Осы қуған жерден міне 3-ақ нәрсе білу керек деген әдемі нәрсе айтты. Осы жерді кесеміз дейді. Сонда бізге мына жер екі жер керек емес, бұл жерді кесіп тастаймыз. Кесіп тастау үшін шрифті басып тұрып, жоқ, шрифті басып керек емес, ол DaVinci-да екен ғой. Мынау backspace деген бар ғой. Текст өшіретін, соны басып салып болды. Қараңыздар енді. Көрдіңіз ба? Болды. Осы нәрсені түсініп алыңызшы. Болды, басқа ешқандай нәрсе керек емес. Енді біз экспорт жасайтын боламыз. Экспорт жасау үшін бұл жерде біз қазір экспорт дегенді басамыз. Міне мына жерде экспорт деген нәрсе бар. Экспортты басамыз. Мына жаққа название қойып алсақ болады, өзімізге бір тақырып, мысалы монтаж жасау деген сияқты. Болды, жасадым. Экспорт деп басам. Тезірек ютубер болғыңыз келсе, немесе ютубқа кәсібіңізді кіргіңіз келсе, мамандығыңызды кіргіңіз келсе, адамдарға көмектесу мақсатында жақсы, пайдалы, ғылыми теорияларды беру мақсатында ютуб канал ашатын болсаңыз, сізге осылар ғана жеткілікті болады. Өзіңізді ақылды санамаңыз. Қазақ контентін дамытуға мен шын жүректен тілектеспін сіздерге. Ал егер сіз тезірек жеткіңіз келсе, сіздер маған келсеңіздер болады, яғни ол тегін емес, әрине ақша төлейсіздер. Мен бірақ сіздерге 100% гарантия бере аламын. Жоқ, 100% емес, 90% гарантия бере аламын. Сіздер айына 150 мың теңге табасыздар және монетизация қосасыздар. Бірақ оның құны 50 мың теңге. 50 мың теңгеге осы нәрселер стоит па? Стоит десеңіздер, келіңіздер, жауапкершілік алып. Ал жоқ, Арман, не стоит дегенде, бұл ақшаңа тұрмайды. Қымбат сұрап тұрсың десеңіздер, немесе арзан сұрап тұрмын десеңіздер, онда өздеріңіздің еркілеріңізде. Бірақ бұл барған сайын қымбаттай береді. Егер адамдар көбейген жағдайда қымбаттай беретініне мен сенімдімін. Себебі мен 10 адамға жауапкершілік аламын, мен тек 2 адамға жауапкершілік аламын 50 мың теңгеден. Сондықтан мен сіздерді Инстаграмда күтетін боламын сіздерді. Бірақ бірден айтып кетейін, сіздерге айтамын, ол мысалы наставничество деген сияқты айтып жатырмын ғой. Наставничество 1 жыл болсын, 2 жыл болсын, 2 жылға дейін созыла береді ол. Мен сіздерді былай ақшаларыңызды алып 50 мың теңгелеріңізді бір ай үйретіп давай деп кетіп қалмаймын. Сіздерге пока сіздер ана
майндсетқа қоспағанша 150 мың теңге таппағанша айына мен сіздерге істе мынаны істе деп қамшылаймын ғой, былайша айтқанда қазақтың ауыспалы мағынада айтқан кезде қамшылаймын. Инстаграмда күтемін, егер осы видео пайдалы болатын болса лайк басып мені қолдап кеткендеріңізді қалап тұрмын енді. Комментарийге бір кісі OBS туралы, шығаршы OBS туралы сұрапты, сол кісінің сұрағына жауап беріп кетейін. Я достар, кеңесім сіздерге, сіздер де комментарий жазып жүріңіздер, ұялмаңыздар, қандай сұрақтарыңыз бар YouTube бойынша қоя беріңіздер, мен барлық сұрақтарға жауап беруге тырысамын. Кез келген браузерге кіріп, Google болсын, Яндекс болсын, осы OBS программасын жүктеп аласыздар, сосын кіресіздер де плюс дегенге басасыздар, бұл тегін программа, плюс дегенге басасыздар, окей дейсіздер. Содан кейін мына жақта екінші источники деген жерден тағы да плюсті басасыздар. Содан кейін мына жақта мысалы қараңыздар, захват экрана деген, яғни сіздердің экрандарыңыз түсіретін нәрсе. Окей деп басасыздар. Окей деп басасыздар. Содан кейін егер сіз түрлеріңіз шығараларыңыз келсе, тағы да плюс деп басасыздар. Кейін устройство захвата видео дегенде басасыздар. Окей деп басасыздар. Мына жақта өздеріңіздің устройстволарыңызды таңдайсыздар, яғни веб-камераңызды таңдайсыздар. Егер ноутбук болатын болса, веб-камераңыз осылай тұрады. Міне, сәлем. Окей деп басамыз. Мынаны кішірейтуге болады, үлкейтуге болады. Егер мен анау алдыңғы видеодағы сияқты, мен дөңгелек қылып қойдым ғой басында. Сол дөңгелек қылып қойып үйретейін ба сіздерге. Оны да оп-оңай плюс деп басасыздар. Бағана видеоны көрген шығарсыздар болмаса. Жоқ, плюс деп баспайсыздар, кешіріңіз сұраймын. Устройство захвата видео дегенге барасыздар. Сосын мышканың оң жағын басасыздар да, мына жақта фильтр дегенге басасыздар. Содан кейін мына жақта плюс дегенге басасыздар, фильтр эффектив деген жерге. Сосын мына жерде маска изображение смещение дегенге басасыздар. Окей деп басасыздар. Содан кейін мына жақта путь деп тұр ғой, осы жерге обзор дегенге басасыздар да. Бір шеңбер PNG форматтағы бір шеңберді жасап аласыздар, оны Photoshopта немесе Figma'да кез келген Canva'да жасауға болады. Окей деп басасыздар. Сосын мына жерде осыны басасыздар, содан кейін канал прозрачности, осы екіншісін таңдайсыздар. Міне, көрдіңіздер ме? Болды, закрыть деп басасыздар. Мынаны шетіне бүйтіп қойып қойсаңыздар болады осылай. Болды, осылай сөйлей бересіздер. Сосын кез келген бір программа кіре бересіздер, мысалы, мен CapCutқа кірейін, міне. Көрдіңіздер ме? Ой, мен көрініп тұрған шығар ме? Ой, көрінді деген ойдамын. Болды, осылай ғана оп-оңай. Видеолар пайдалы болатын болса лайк басып кетіңіздер, сосын менің осы қызықты видеоларымды көріп кетіңіздер. Егер YouTube-ға қызығатын болсаңыздар, әрине. Келесі кездескенше сау болыңыздар.